Эй, бәріңе сәлем достар, сендермен Наке ТВ арнасы. Бүгін бізге, яғни маған көптен күткен посылка келді. Ал Қытайдан бағасы $18 деп қойды, бірақ негізінде бұның бағасы $230 алдым. Телефон, Realme деген телефон. Алдында сіздерге обзор жасаған болатын. Соны қазір сіздерге Қытайдан алғанымды көрсетемін. Қытайдан бұл маған 98 мың теңге көлемінде шықты бағасы. Ал Қазақстанда алатын болсаңыз, бұның бағасы 158 мың официально түрде, яғни ресми түрде 158 мыңға сатылады. Мына сіздерге көрсетіп тұрмын. Қытайдан қанша 50 мың, 60 мыңға арзан қалып тұр. Мына коробкасымен әлі ашылмаған, мына соны ашылу жолында сіздерге көрсететін боламын. 8-де 128 гигабайттығын алдым. Кеттік, ашылып бастайық. Жайлап түсіп жатыр. Лампасын түсіріп алу керек. Мына примерно осындай ашып телефон. Мына ішінде чехолы бар. Толық обзор кейін ендігі видеода көретін боласыздар. Бұл жай ғана распаковкасы, Қытайдан келген бірінші телефон. Телефон осындай упаковкада келді. Бәрі осы жазылған, бәрі глобальный версиясы, яғни әлемдік неге арналған. В общем, телефон туралы осы. Ішінде комплектте мына 30 ваттық зарядкасы бар. Алынбай жатыр, мына жерден көре алсаңыздар. 30 ваттқа арналған несі жаңағы зарядка. Полный 100%-ке 1 сағатта зарядтайды. Мына жерде скрепкасы бар. Type-C, жаңа USB жай ғана несі. Бұны бетіне бұлай қойғамыз. Так, телефон бұлай тұрды. Болды осы. Ал қалған дальше обзорды кейінгі видеода көретін боласыздар, толық обзорды. Ал осы телефонның кішкене характеристикасын айтатын болсам, 4 камера, общий 6 камерасы бар, алдында 4 камера, алдында 2 камера, артында 4 камера. Камераларында бұның жақсы бір айтатын нәрсесі, мына жерде 64 мегапиксельді камера, потом 64, потом 8 мегапиксельді телевик, ультраширик, яғни кең бұрышты камера, сосын телевик 12 мегапиксельді, потом 2 мегапиксельді макро камера. Алдында 16 мегапиксельді негізгі камера, сосын 8 мегапиксельді кең бұрышты камера. В общем, процессоры G220G Snapdragon, жақсы процессор, және аккумуляторы 4300, және де ең күшті нәрселердің бірі экраны 90 Гц-ті поддерживать етеді. Яғни, в общем, сол жақсы. Озуына жедел жады 8 гигабайт, ең постоянный память, яғни тұрақты жады 128 гигабайтты құрайды.